Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің туған өлкем, тұнған шежірем атты бейне сабағымызды бастаймын. Ауылымыздың тарихы мен ауылдан шыққан талантты тұлғаларға арнаймыз. Дәрісті жүргізетін Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Әбжапар ауылының нөмірі 4-ші шағын орталықты орта мектебінің тарихшысы Бердібаева Бақытгүл Ақылтайқызы. Бұл Әбжапар Жылқышиев ауылы. Өз елін сүймеген адам еш нәрсені де сүйе алмайды деген Байронның сөздерімен өз жұмысымды бастағым келіп отыр. Әркімге туған жері, елі қымбат. Менің ойымша, адам баласы үшін туған өлкесінен артық еш нәрсе жоқ. Себебі бұл мен түгілі аялаған анамыз, қолпаштаған әкеміз, туған туыс, жора жолдастың кіндігінен қан тамған туып өскен жеріміз. Қасиетті осы жерде білім нәрін сусындаған мектебіміз, балаларымыздың бақытты балалық шағы өтіп жатқан ауыл. Егер менен сен не үшін туған өлкеңді сүйесің деп сұраса, мен мүдірместен Мұқағали Мақатаев атамыз айтқандай, мен оның түнін сүйем, күнін сүйем, ағынды өзен асқартау гүлін сүйем, мен оның қасиетті тілін сүйем, мен оның құдіретті үнін сүйем. Бар жәндігін сүйемін қыбырлаған, бәрі маған отан деп сыбырлаған дер едім. Өйткені оңтүстік Қазақстан облысы табиғаты ең әдемі, көрікті, сан қилы орманға толы, жусаны мен жуасы аңқыған, самал желі ескен өлке. Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Өрнек ауылдық округі құрамындағы Әбжапар Жылқышиев ауылы Алатау бөктерінде шымырлар мекендеген 117 түтіні бар шағын ауыл. Ауылымыздың тарихына келетін болсам, ауыл алғашында 1928 жылы колхоз құрылысы болып біріккен кезде Сұлутөр колхозы болып біріккен. Кейін Шымкенттен Қызыл ту орденін жеңіп алып, содан соң Қызыл ту колхозы болып құрылды. 1963 жылға дейін колхоз болып тұрады. 1963 жылдан бастап Алғабас қой совхозы болады. 1997 жылы қайтадан ұжым болып құрылады. Бұрынғы Қызыл ту бөлімшесі Әбжапар Жылқышиев атындағы ауыл болып аталады. Ауыл тұрғындарының ұсынысына орай облыс әкімі мен облыстық мәслихаттың 1997 жылдың 22 ақпанында бірлескен шешімімен Қызыл ту ауылының аты өзгертіліп, белгілі қоғам қайраткері, жазушы, осы ауылдың тумасы жазушысы Әбжапар Жылқышиевтің есімі берілді. Ауылымыздан шыққан небір атақты тұлғалар бар. Ауыл мақтаныштарының бірегейіне тоқталатын болсам, мүсінші, суретші Хамзақ Төлендиев, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, әнші, жастар сыйлығының лауреаты Гүлмира Ақұрпекова, ақын, жазушы, Салкүрең кітабының авторы Жорабек Әбдікерімов, мемлекет қайраткері Жылқышиев Болат. Бұл кісінің демеушілігімен 2003 жылы ауылымызға шағын жаңа мектеп соғылған болатын. Ер жігітке жараса, қолына алған найзасы, би жігітке жараса, халқына тиген пайдасы демекші ауылымыздың мақтанышы Әбжапар Жылқышиев. Әбжапар Жылқышиев жастайынан қоғамдық істерге белсене ат салысып, халқын еңбекке, бірлікке шақырған. Ұлы Отан соғысының ардагері, еңбек сүйгіш тарихшы, заң жазушы Әбжапар Жылқышиев атамыз ізгі істерімен ел есінде. Халық шебері, ауылымыздың тумасы, мүсінші, суретші Хамзақ Төлендиев. 1939 жылы Сырдария облысы Әулие-ата уезі Мақпал болысына қарасты Қызыл ту ауылында дүниеге келген.
Әкесі Төленді мен анасы Бибайшадан тәлім алған Қамзақ Төлендиев қолөнерге жақын тұлға. Бар өмірін өнерге арнаған. Алғашында өз достары мен туыстарының суретін салып машықтанса, көп ізденіс пен еңбектің нәтижесінде ағаштан ою арқылы ұлттық ыдыс-аяқтар жасап көрмелерге ұсынған. Уақыт өте келе Қамзақ атамыздың мүсін құюға деген қызығушылығы оянып, гипсті, цементті пайдаланып, түрлі формалардағы мүсіндер жасап, жарыққа шығарған. Қамзақ атамыздың өз қолымен жасап шығарған жұмыстары облыс, аудан, мектеп мұражайларынан орын тапқан. Көп жылдық еңбегінің жемісін көре білген. 1978 жылы Қамзақ Төлендиевке халық шебері атағы берілген. 1989 жылы дүниеден өткен. Жас ұрпаққа үлгі болған, мәңгі естен кетпес шебер атамыз Қамзақ Төлендиев. Қазіргі таңда ауылымызда шағын аурухана, кітапхана, мешіт, 2016 жылы бой көтерген 200 орынды жаңа мектеп, 2018 жылы ашылған балалар мен жасөспірімдердің туризм және өлкетану орталығы жұмыс жасауда.